Продающий видео деген болмайды. Ассалаумағалейкум достар. Қалайсыздар? Мен бүгін сіздерге продающий видео, яғни сатылым алып келетін видеоның жалпы түсінігін тәпсірлеп түсіндіруге тырысам. Көбіне кәсіпкерлер, маркетологтар шатасып жатады. Видеографтарға маған продающий видео жасап бер деп заказ береді. Түсінесіздер ма? Одан кейін видеографтардың өздерін қазір көп жүрмін, продающий видео түсіріп берем деген жарнама жасап жүр. Продающий видео деген бұл жерде тек қана бір видео жайында айтып жатыр. Яғни сол видеоны жасап берген соң таргетингке қосу арқылы видеоны көрген адам бірден сатып алатындай жаңағыдай бір супер видео жасап берем деген бір алдамшы сөз бар да. Алдамшы бір сөз бар. Енді бұл жерде кім кімді алдап жатқан жөнінде айтпай ақ қояйын, бірақ та жалпы общий түсінік бар, қате түсінік бар. Соны нақты түсіндіріп кетем. Тәжірибе бойынша, яғни жеке өзімнің де және де әлемдік тәжірибе бойынша мен сіздерге түсіндіріп кетем. Продающий видео деген бір ғана видеодан болмайды. Продающий видео ол видеолар қатарынан болады. Ол 3-еу бола ма, 4-еу бола ма, сандары көп. Мысалға бір видеоны жасаған кезде қазір біздің Қазақстанда 1 минуттық қысқа ролик жасауға тырысып жатады. 1 минуттың ішіне жаңағы өзі сол кәсіптің проблемасын, шешімін, тағысын барлығын сервисті көрсетіп, таныстырып жатады. Оған сыймайды, оған үлгермейді. Одан да жаңағы 1 минуттан бірнеше минут ролик жасаған дұрыс. Ал бірнеше минут болатын болса, оны ешкім көрмейді деді. Мысалға 4 минут ролик түсіресің, бірақ оны до конца ешкім қарамайды. Бұл жерде бір шешім бар. 1 минуттан бөлек видео түсіру керек. Және де сенің сатып алатын клиентіңе реклама арқылы кезекпен көрсету керек. Түсінесіздер ма? Ең біріншісі мысалға сіздің видео кәсібіңіздің, мысалы клиенттердің проблемасы туралы бір видео болады. Екіншісі, оның шешімі туралы жалпы түсініктемесі немесе басқа да жолдары туралы оңай шешілу жолдарын көрсететін бір қысқа тағы да 1 минуттық болады. Және үшіншісі мысалға уже оффер жасайтын. Яғни сіздің кәсібіңіздің осыған шешімі бар екенін көрсететін ролик болады. Және де сол үшінші роликта ғана сіз өзіңіздің клиенттеріңізге, көріп жатқан адамға офферіңізді айту арқылы өзіңізге шақырасыз. Түсінікті ғой, ендеше дәл осы жолда, дәл осы схемамен YouTube жарнама легін шығарған болатын. Мысалға, сіз жаңағы 3 видеоны жасайтын болсаңыз, сіз оны қалай кезекпен кезек көрсетесіз. Осы проблеманы шешіп қойған YouTube былай істеді. Мен сіздерге айтайын. 3 видеоны кезекпен серия ретінде, яғни сериал форматында бірінші, екінші, үшінші серия ретінде шығарып қоямыз, түсіріп YouTube-қа саламыз және оны жарнамасына саламыз. Және де YouTube-тан көрген адам бірінші видеоны көреді. Көп бөлігі, яғни показ ең көбі бірінші видео көрсетіледі. Егер бірінші видеоға қызығушылық білдіріп, ұзағырақ қараған, немесе сол видеомен әрекет еткен адамдар болса, оларға екінші видео көрсетіледі. Рекламадан. Яғни YouTube-тан біз қарап жатқан кезде шығатын рекламадан екінші видео көрсетіледі. Ал енді екінші видеоға іс әрекет жасап, яғни қызығушылық танытып, соңына дейін қараса, немесе ортасына дейін қараған болатын болса, белгілі бір көрсеткіш жасайтын болса, онда оған үшінші видео көрсетіледі. Үшінші видеода сіздің клиенттеріңіз бірінші видеодан сұрыпталып келіп, үшіншісінде уже офферға түседі. Яғни сол кезде уже сізбен танысады, сізді кәсібіңіз жайлы уже біледі, яғни өзінің проблемасы бар, өзінің сол проблема шешім іздеп жүргені туралы да хабары бар, және де оның сізде шешімі бар екенін біледі. Және де ең соңғы үшінші оффердан кейін ол сізге клиент болу ықтималдығы жоғары. Түсініп отырсыздар ма? Ендеше, егер сіз кәсіпкер болсаңыз, немесе маркетолог болатын болсаңыз, осы шешімді, осы жолды қолдансаңыз болады. Ал оны қалай жасау керектігін білмейтін болсаңыз, онда маған байланысқа шықсаңыз болады. Мен сілтемесін төменге қалдырып кетем.
мен үнемі байланыстамын. Сау саламатта болыңыздар, кәсіптеріңіз өрге домаласын.